Саламатсыздармы? Түркістан облысының адами әлеуетті дамыту басқармасы Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжінің экономика пәнінің оқушысы Қуандық Жансая Камалқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстан Республикасының банктік жүйесі. Сабақтың мақсаты білім алушыларға банктік жүйе құрылымы, атқаратын қызметтер мен түрлері, банктер мен қаржылық мекемелердің негізгі түсініктермен таныстыру. Банк деген ұғым итальян сөзі банк орындық, айырбас орындығы, айырбас орны дегенді білдіреді. Банктер мемлекет пен кәсіпорындардың, акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мектеп пен ауруханалардың және халықтың уақытша бос ақшаларын шоғырландырып, оларды іс жүзіндегі капиталға айналдырады. Орындайтын айрықша қызметтеріне байланысты банктер эмиссиялық және эмиссиялық емес болып екіге бөлінеді. Эмиссиялық банк ол айналысқа ақша белгілерін эмиссиялауға, яғни шығаруға құқығы бар, әдетте орталық банк. Мемлекеттің орталық банкінің негізгі мақсаты айналысқа ақша бірлігін шығару, банктерге ерекше тауар, ақша бірлігін сату және ақша жүйесінің несие есеп эмиссиялық жұмысын басқару. Ол елдің екі деңгейлі банк жүйесінің жоғары деңгейіндегі банк. Мемлекеттегі басқа банктердің барлығының да ақша бірліктерін шығаруға құқығы жоқ эмиссиялық банктер. Олар коммерциялық, инвестициялық, инновациялық, ипотекалық және тағы сол сияқты банктер. Коммерциялық банктер клиенттерге көрсететін қызмет түрлерін үнемі ұлғайтып тұратын амбибап үлгідегі банк. Ал басқа банктер бір-екі қызмет түріне маманданған банктер. Банк жүйесі екі санаттан тұрады. Бірінші санат орталық банк, екінші санатта қалған коммерциялық банктер. 1995 жылы 31 тамыз айында Қазақстандық банк жүйесі және оның қызметі жайында заң қабылданды. Осы заңның 3-ші бабы бойынша Қазақстан Республикасының банк жүйесі екі сатылы. Бірінші санаттағы банк ұлттық банк, екінші санаттағы банктер Қазақстанның коммерциялық банктері. Жайлы 5 дерек. Бірінші дерек. Қазіргі таңдағы біз көріп жүрген банктер Италияда пайда болған. Тіпті банк сөзі итальян тілінен шыққан сөз. Аударғанда банко сөзі өзгерістер үстелі деген мағынаны білдіреді. Екінші дерек. Әлем бойынша банктердің жүйесі екі сатылы болып келеді. Мәселен, Ресейдегі, Америкадағы және Қазақстандағы банк жүйелері осындай. Үшінші дерек. Швейцария бұл банктердің мемлекеті болып есептеледі. Оның банк жүйесі үш сатылы. Себебі басты Швейцар ұлттық банкінен бөлек, екінші санаттағы банктерден бөлек, үшінші санаттағы банктер кооперативті сақтандыру және саудалық кассалары бар. Төртінші дерек. Кеңес үкіметі кезінде басты банк болып мемлекеттік банк есептелді. Ол ұзақ уақыт бойы үлкен мемлекеттің ақша ағымдарын бақылауда ұстады. КСРО-ның мемлекеттік банкі өз қызметін ресми түрде 1992 жылы 1 наурызда тоқтатты. Бесінші дерек. 13 сәуір 1993 жылы Қазақ КСРО-ның ұлттық банкі Қазақстан Республикасының ұлттық банкі болып ауысты. Қазақстан Республикасының ұлттық банкі Қазақстан Республикасының орталық банкі болып табылады. Қазақстан Республикасының банк жүйесінің жоғары деңгейін білдіреді және өз қызметін Қазақстан Республикасы президентінің 95 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының ұлттық банк туралы заң күші бар жарлығы бойынша жүргізеді және осы жарлыққа сай президентке есеп береді. Сонымен қатар, ұлттық банк өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын және басқа заңдарды, халықаралық шарттар мен келісімдерді басшылық қалады. Ұлттық банктың негізгі мақсаты Қазақстан Республикасында банк тұрақтылығын қамтамасыз ету болып табылады. Негізгі мақсатын іске асыру үшін ұлттық банкке мынадай міндеттер жүктеледі.
Мемлекеттің ақша несие саясатын әзірлеу және жүргізу, төлем жүйелерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету, валюталық реттеуді және валюталық бақылауды жүзеге асыру, қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етуге жәрдемдесу, қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын, сондай-ақ құзыреті шегінде өзге де тұлғаларды реттеу, бақылау және қадағалау, қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаудың тиісті деңгейін қамтамасыз ету, ақша несие статистикасы және сыртқы сектор статистикасы саласында статистикалық қызметті жүзеге асыру. Ұлттық банктің басты мақсаты ақша эмиссиялау болғандықтан, банкнотамыз Ұлттық банктың Алматы қаласындағы банкнот фабрикасында, ал монета Өскемендегі монета сарайында дайындалып шығарылады. Мемлекеттің несие жүйесінде коммерциялық банктердің алатын орны өте зор. Олардың міндеті ақша айналымы мен капитал айналымының үздіксіз қозғалысын қамтамасыз ету, өнеркәсіп мекемелерін мемлекет пен халықты несиелеу, халық шаруашылығына қор жинау үшін жағдай жасау болып табылады. Коммерциялық банктердің негізгі атқаратын қызметтері ақша қаражаттарын шоғырландыру және тарту, несие беру, шаруашылықтармен есеп және төлем жұмыстарын жүргізу, төлем құралдарын шығару, бағалы қағаздарды шығаруды және орналастыруды ұйымдастыру, сенімхат бойынша клиенттердің мүлкін басқару, клиенттерге кеңес беру. Екінші деңгейлі банктердің саны 28 және 14 шетелдік қаржылық ұйымдардың еншілес банктері және шетелмен қатынасы бар банктер бар. Көріп отырғандарыңыз бойынша, соңғы статистикалық мәлімет бойынша Қазақстан Республикасындағы тіркелген заңды жұмыс істеп тұрған банктердің тізімі жарияланды. Инвестициялық және инновациялық банктер. Ол ұзақ уақытқа ақша қаражатын шоғырландырумен маманданады. Яғни, олар облигация, акция және басқа бағалы қағаздар шығару арқылы ақша тартып, кейін ұзақ мерзімге қарызға береді. Ал инвестициялық банктер кәсіпкерлерге қарыз берсе, инновациялық банктер технологиялық жаңалықтарды өңдеуді және оны игеруді несиелейді. Ипотекалық банктер жерді және жылжымайтын мүліктерді кепілдікке алып, ұзақ мерзімге несиеге береді және басқа бағалы қағаздарды сату арқылы ақша жинақтайды. Құрметті студенттер, үйге тапсырма: Қазақстан Республикасының банктік жүйесін шетел банк жүйесімен салыстыру. Бүгінгі сабақ қызықты да танымды болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.